Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде білесіздер, қараңғылық болды, бір қатты бір адасушылар, сондай бір қараңғы дәуірге халық түскен кезде Алла тағала Құран түсіріп нұр берді. Сол Құранның түсу бірнеше уахи арқылы берілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Құран ол бірнеше түрлермен уахи түсті пайғамбарымызға. Ол ең бірінші уахидің түрлері шынайы түс. Пайғамбарымыз өзі хадисінде айтқандай, пайғамбарлар түс көрсе, ол тек қана шынайы болатын түсті көреді. Шынайы ақиқат болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзінің түсінде Жабірейілдің келіп уахи алып жатқанын көріп жүрді. Шынайы түстер болып жүрді. Бір түс көреді пайғамбарымыз түсінде, бірақ күндіз күні сол қайталанады. Сөйтіп дайындалды да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи солай дайындады да Алла тағала. Сөйтіп уахиді екінші түр сөйтіп аян бере бастады, ояу кезінде. Сөйтіп аян беру арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Құрандардың аяты түсе бастады. Бірнеше дыбыстар арқылы, бір пайғамбарымыз дыбыстар арқылы келетін деген бір араның ызылдаған бір дауысы пайғамбарымыз жанында тұрған сахабалар да еститін болған. Солай араның ызылдаған дауысымен бүйтіп бір басталады да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тынышталып қалады екен. Пайғамбарымыздың жанындағы сахабалар айтады, бірден біле қоятын едік дейді. Пайғамбарымызға уахи келіп жатқан дейді. Араның ызылдаған дауыс секілді болып сөйтіп келетін дейді. Кейде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уахилар кәдімгі Жабірейіл алейхиссалам екі рет кәдімгі ер азаматтың бейнесінде келіп те пайғамбарымызға хадистерді, нелерді үйреткен кездері болған. Дыбыспен келу. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тағы бір уахидің түрі Жабірейіл жоқ. Жабірейіл арқылы жібереді уахиді, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сіздер білесіздер, Миғражға көтерілген кезде пайғамбарымызға Алла тағала тікелей уахи еткен аяттар болған. Ол қандай аяттар? Амана Расул аяты, ол Бақара сүренің соңғы екі аяты. Одан кейін намазды парыз еткен кезде Алла тағала тікелей өзіне парыз еткен. Ол кезде Жабірейіл де араласпаған. Сондай жолдармен пайғамбарымызды Алла тағала уахи еткен. Екінші уахи қай жерде түсті? Ол мына Хира үңгірінде түсті, дәл осы үңгірде. Бұл Меккеде қатты алыс емес жерде, бүйтіп мына үңгір биіктікте орналасқан, бүйтіп қараған кезде Мекке көрінетін Хира үңгірінде осы алғашқы уахи түсе бастады. Ең алғашқы қандай уахи түсті? Ол мынау Алақ сүресінің ең алғашқы 5 аяты. Бұл Алла тағала қарап тұрсаңыз, ең бірінші Иқра бисми раббикаллази халақ. Оқы жаратқан Раббыңның атымен. Халақал инсана мин алақ. Ол адам баласын ұйыған қаннан жаратқан дейді. Иқра ва раббукал акрам. Оқы, ол Раббың аса жомарт. Осы аяттарды қарап тұрсаңыздар, адам баласын Алла тағала жалпы білімге шақырған, жалпы білім алуға. Ислам діні жалпы білімге шақырғандай, басқа ешқандай идеологияда, ешқандай дін шақырмаған. Ислам дін секілді қатты шақырған. Алла тағала Құранда бірнеше жерде білімділердің дәрежесін сондай көтерген, оларға ешкім тең келе алмайды деп баяндаған Алла тағала. Сол үшін білім жалпы білім. Қандай мамандық болса да білім алу, ол Алла тағала бұйырған аяттан, Алла тағала бұйырған істерден. Сөйтіп адам баласын Алла тағала ең бірінші ненімен таныс болыңдар деді, білімді болуға шақырғанда. Құлшылық қыл деген жоқ, басқа нәрсе жаса деген жоқ, дәрет ал деген жоқ, намаз оқы деген жоқ, білімді болу керек та, ең бірінші сол. Одан кейін қарап тұрсаңыз, адам баласының жаратылғанын қайдан екенін үйреткен. Ол да Алла тағаланың қарап тұрсаңыз, адам баласы қайдан жаратылған, кім екен өзін танытқан екінші. Одан кейін Алла тағала Иқра ва раббукал акрам. Оқы, ол Раббың аса жомарт деген. Кез келген нәрсені береді. Білімге талпынған адам кез келген есікті Алла тағала ашып береді. Сол үшін бұл жерде акрам деген де өте жомарт деген. Бүйтіп қарап тұрсаңыздар, оқы деп бірнеше рет қайталаған Алла тағала мұнда. Енді қарап тұрсаңыздар, оқы және оқы деген сөз бар ғой бізде. Ана кейбір адамдар өзі айтқан секілді болып нетіп отыр ғой, бірақ оны ең бірінші Алла тағала айтқан. Енді ол осы аяттар, осы уахилар қай жерде болды деген кезде мынау Мекке қаласында болды. Осы Кағбаның айналасында бола бастады. Енді Алла тағала көп аяттарды түсірді, нетті. Соның соңғы аяты осы аят. Бақара сүресінің 281 аяты. Ол واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
ең бірінші аят оқы, ең соңындағы аят Алла тағаладан қорқыңдар және қайтатын күнге Алла тағала ешкімге зұлымдық жасамайды, сол қайтар күнге дайындық жасаңдар деген. Білімді болу керек, бірақ ақиретті ұмытпау керек деген Алла тағала ескертеді. Сосын әртүрлі жағдайларда уахи түсе бастады. Меккеде түсті, Мәдинада түсті, екеуінің ортасында түсті. Сол екеуінің ортасында түскен аяттардың бірі осы жерде Тәуба сүресінде Алла тағала айтады. Пайғамбарымызбен Абу Бәкір екеуі Меккеден Мәдинаға көшіп бара жатқан кезде қоныс аударып. Сол кезде арқасынан пайғамбарымызға қастандық жасау үшін бірнеше діннің дұшпандары жүре бастады. Өлтіріп, түбіне жетпекші болды діннің. Сол кезде осы Сәуір тауына пайғамбарымызбен Абу Бәкір тығылады. Сол кезде бұл Сәуір тауы қарап тұрсаңыздар, мына жерден бетіп келіп қараған адам көрініп тұр ғой. Сөйтіп мынаның бетіне Алла тағаланың қалауымен, бұйрығымен көгершіндер, өрмекшілер торын тоқиды. Одан кейін барып құстар мына жерлерге ішіне кәдімгі балапан басып жұмыртқалап сөйтіп жатады. Алла тағаланың бұйрығымен. Сөйтіп ана Меккенің жаңағы қастандық жасамақшы болған келген кісілер бүйтіп қарайды да торды көреді. Мына жерге адам баласы біраз уақыт болған жоламағанға деп кетіп қалады. Сөйтіп соның ішінде Абу Бәкір мен пайғамбарымыздың арасында әңгіме болады. Алланың елшісі дейді, Абу Бәкір айтады. Егер сіз көріп қалса, сізді өлтірсе не болады? Мен содан қорқып тұрмын деп айтқан. Сол кезде Алла тағаланың елшісі айтқан: Абу Бәкір, екеуміз дейді. Екеудің үшіншісі Алла тағала болса, неден қорқасың деген. Еш қайғырма, Алла тағала бізбен бірге деген сөзін Тәуба сүресінде Алла тағала келтірген. Енді Құран сөйтіп дами бастады ғой. Құран дамып келді. Сөйтіп ең көне қолжазба 10 қолжазба бар әлемде. Сол ең көне 10 қолжазбаның осы кейбіреулері осы әлемде әлі күнге дейін сақталған. Сол сақталған кейбіреулер толық сақталған, мына кітап сияқты мынау Ташкент қаласына сақталған. Бұл кәдімгідей түп нұсқа бәрі бар. Сол Осман сахабалары кезінде жазды ғой Құранды. Сол Құран мынау. Сол толық Құран мына жерде сақталған, теріге жазылған. Енді осы секілді 10 Құран бар. Кейбіреулері толық сақталса, кейбіреулері ол кейбір беттері сақталған. Ташкентке қалай келген бұл? Сол сахабалар алып келген. Құрандарды. Пайғамбарымыз саллаллаху кезінде аяттарды айтқан ғой. Мына аятты мына жерге жазыңдар, мына аятты мына жерге. Сөйтіп сахабалар әр нәрсеге жазады. Оны сүйекке, тастарға, керамикаларға ойып, терілерге жазған, ағаштарға жазған, тастайларға. Сөйтіп те олардың бәрі сақталған. Сөйтіп соның бәрін Осман 3-ші халифаттың кезінде Құранды жинақтап, бәрін бір Құранға жазады. Соны бір Құранды Абу Бәкірдің кезінде жазылады, бір Құран. Сөйтіп Османның кезінде сол бір Құран 6 Құранға дейін көбейтіледі. 6 түп нұсқада көбейтіледі. Сөйтіп те жан жаққа таратады соны. Мынау Азияға, Африка түбектеріне, Йемен жаққа, әрлі жергелерге, Мәдинаға таратады. 6 Құранды әлемнің 6 тарапына жібереді. Сол сақталған Құрандар ғой. Мынау енді бұл да сол 9-10 ғасырларда сол Куфалық қолжазбасымен жазылған. Бұл жерде бүйтіп қарасаңыздар 7 томнан тұрады. 600 беттен асады. Қарап тұрсаңыздар, күмістің жіптерімен тоқылып, алтын немелерінен де жазылған ғой. Алтын әріптермен жазылған. Тунис ұлттық кітапханасында сақталған. Одан кейін мынау Бирмингем, Англияда 2015 жыл табылған, мына жерде жазылып тұрғандай. Одан кейін бұл жерде мына қарап тұрсаңыздар, радио көміртекпен анықтау нәтижесінде бұның сол сахабалардың кезінде жазылған дегенді дәлелдеген. Сол көне Құрандарынан олардың нұсқалары. Бұл кезінде сақталған Алла тағала, өйткені Құранда Алла тағала айтады өзі. Кезіндегі Забур түсті, Инжил түсті, Таурат түсті, бірақ өзгертіліп кете берді ғой. Сөйтеді Алла тағала, бұл адам баласы өзгерте береді деді. Құранды түсірген кезде Алла тағала айтты: "Инна нахну наззална зикро", осы Құранды біз түсірдік. "Ва инна лаху лахафизун" дейді. Және біз оны сақтауды өз мойнымызға аламыз деді. Өзіміздің жауапкершілікке аламыз. Адамдарға тапсырған жоқ. Адамдарға тапсырса не болып кете береді?
өзгеріп кете береді да. Сөйтеді да, мынау Францияда ма, Германияда бір оқиға болған. Осы жақын жылдарда. Бір әдемілеп Құран басады да, бір баспадан шығады Құран. Бірақ соның ішінде кейбір аяттарды өзгертеді ғой. Өзгертеді. Қалай болады деген, Құранды өзгертіп жіберсек, болды адамның бәрі адасып кетеді деп ойлады да, исламды жоямыз деп. Сөйтеді да, соны 10 жасар қыз тапқан. Мынау дұрыс емес екен, 10 жасар қыз анықтаған. Құранды оқып отқан кезде, сол 10 жасар Құранды жаттаған қыз мына әкесіне көрсеткен дейді ғой, мына жерде мынау әке, мынау аят қате ғой деп, қате жазылған ғой деп. Сөйтіп әкесі қарайды, парақтары қымбат, әдейі сөйтіп көзі тартатындай қылып жазған. Жақсы, әдемі, бай жаңа кітап қылып. Сөйтіп ішіндегі адастырған ғой жаңа аяттарды, шатастырған. Сөйтіп соны бір 10 жасар қыз тапқан ғой. Үлкен ғалымдарды қойып беріңіз, 10 жасар қыз тапқан. Алла тағала қалай сақтайды Құранды деген кезде сұрақ жазулармен сақтайды деген бірінші ғалымдар айтады. Мынандай жазулармен сақтайды. Кітаптар әлі күнге дейін бар. Сосын қазіргі әлеуметтік желі толып Құран тұр. Кітап жойылып кетті дегеннің өзінде әлеуметтік желіде жетіп жатыр Құран. Жарайды, әлеуметтік желіде жойылып кетті деген кезде қалай сақтайды деген кезде Алла тағала адамдардың көкейімен сақтайды деген ғой. Алла тағала қазір сондай бір адамдар бар, Құранды толық жаттап, сіңіріп алған өзіне. Ол Құран жойылып кетсе де, ол бастан жазып шыға береді. Кеше анау Осман Тоға дегенді көрдіңіздер ме? Түркі кісіні неше рет Құран жазған? 16 рет па? 14 рет па Құранды жазып шыққан. Өзі жазып шыққан. 14 рет Құран жазып шыққан. Ондай адамдар жойылмаса, ол Құран жойылмайды. Ол адамдардың барлығы бірдей жойылып кетуі ол мүмкін емес. Мынау енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Меккеден Мәдинаға көшкен кезде ең бірінші Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Құба мешітін тұрғызып сөйтіп нетеді. Сосын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзі мынау өзінің мешіті. Мынау Йемен қаласында да сана қолжазбалары. Бұл жерде де сол 7-8 ғасырда бұл да сол сахабалардың кезіндегі жазған қолжазбалардан. Бұл да Санкт-Петербургта сақталған. Бұл да сол ғасырларда, бұл да сахабалардың қолымен жазылған нелер, түп нұсқалар. Мынау да түп нұсқа. Бұл Түркияға барсаңыздар, Топкапы деген музей бар ғой, сол жерде сақталған. Бұл да қолжазба оригинал. Осы Құран қалай жетті негізі бізге дейін? Ол ауызша жеткен. Көбінесе ауызша жеткен да осы ғасырларға дейін. Сол өте Құранға өте көп қызмет еткен танымал мынау ғалымдар осы 10 түрлі жолмен жеткен, осы 10 түрлі жолдың жеткізген үлкен Құранға еңбек сіңірген ғалымдардың аттары. Бұл енді Құранға өте үлкен бір қырағат ғылымы бар. Мынау Құран тәпсірі бар, Құранның тағы тарихы бар, тағы басқа ғылымдар бар ғой. Сол секілді Құранның оқылу тәсілдері бар да. Сол оқылу тәсілдерінің ғылымын сақтап қалған кісілер осы жеткізген. Осылар еңбек еткен сол нәрселерге. Біздерге Құранның оқу үлгісі 10 түрлі жолмен келген. Алхамдулилля деген сүрені Фатиханы 10 түрлі жолмен оқылады. Біз оның біреуін ғана білеміз. Ол біздің стандарттымыз міне. Асым қырағаты, оның ішіндегі хафз риуаяты. Қырағат бір имам болады да, сол имамнан 2 шәкірт кетеді. 2 түрлі оқиды. Сонда 10 қырағат бар. 10 қырағат бар. 10 қырағат бар. Әр қайсысының 2-2-ден болса сонда 20 түрлі Құранның оқу формасы бар. Вал-духа, вал-духи, әр түрлі оқи береді. Алхамдулилля, әр түрлі. Біз оны біреуін ғана білеміз. Ал енді имамдарымыз, біздің мешітте мысалы үшін Ерболат қари, Серік қари, Мұртаза қарилар, осылардың 4-5 қари несін меңгерген адамдар, жолдарын меңгерген. Сол үшін олар намазға шыққан кезде неше түрлі формада оқиды. Сізге ол қате болып түсінуі мүмкін. Мына қарекеңдер ауызбилля, Құран жоқ олай емес. Әрқайсының өз несі бар, ережесі бар. Түрлі оқылады. Ол бізге ерекше болып қалуы мүмкін. Бірақ бұл әлі күнге сақталған, жер бетінде әлі бар. Бірақ оның ішіндегі ең кең тарағаны дейді осы үшеуі. Асым қырағаты, Нафия, Амр Басри. Мынау енді біздің елімізде сақталған қолжазбалар. 1883 жылы жазылған Ясин сүресі. Нүкте жоқ. Мынаны қараңыз міне. Мынаны көрдіңіз бе? Астында бірақ жазып қойған. Вахум лахум джундун мухдарун. Вахум лахум джундун мухдарун. Біз мынаны оқи алмаймыз да бірақ. Негізгі түпнұсқа осылай болған сахабалар кезінде. Ал кейін біздің кезімізге осылай жазды. Үстінде астында нелер қойып жеңілдетілді. Ясин сүресі толық жазылды. Мынау енді көне 80 аят сыйлаған ғой. 80 аят сыйлаған.
мынау енді ескі жазылған құрандар өте жәдігерлер, өте құнды еңбектер негізінде бағаланған адамға. Мынау кез келген үйде жоқ. Мынау тек көрмелерде, Стамбулда мысалы жазылған сахабалардың. Бұлар қолмен жазылған. Қолмен жазылған. Сосын оны сақтап бүкіл халыққа көру үшін копировать етіп осылай бізге қалдырды. Ол қасына барсақ қазір мынандай болып жатыр да ол. Ал бізге осылай әкелді. Қолжазбалар бәрі. Мынау енді Құранның аудармалары түрлі түскен да. Үнді тіліне, қазақ тілі өзіміздің, корей тіліне, қытай тілі, ағылшын тілі, орыс тілі, өзбек тілі, түрік тілі, парсы тілі, қырғыз тілі мысалы. Бұл Құранның бүкіл жер бетіне түскен екенінің дәлелі осыдан көруге болады. Барлық тіл өзіне Құран аударған. Құранға аудармалар жалғаса, француз, неміс, ұйғыр, татар, жапон, бұлғар тілдерінде Құран аударылған. Барлығы француз тілдеріне дейін. Біздер француздарды анау мынау дейміз, бірақ олардың да ішінде дінді ұстанатын имамды кісілер бар. Құранның тәпсірлері бізге жеткен, біздің елде бар. Жаңағыдай қай тілде? Татар тіліндегі тәпсір. Қазақ тілімізде, араб тілдерінде, өзбек, қырғыз тілдерінде. Мынау Мұхаммад әл-Хусари деген атақты 10 қырағат иесі, мысырлық. Бұл кісіге ешкімнен бір нәрсе болмаса алмайды. Бұл кісі Құранның 10 қырағатын айтып қой жаңа, 10 қырағат ішінен 20 түрлі оқуды меңгерген адам. Діннен өтіп кеткен мысырлық. Бүкіл жерге барсаңыз, осының қазіргі әлемдік қарилардың бар, осылар шәкірді. Мынау Құран сағип назыларға арналған. Алла Субхана ва Тағала бізге көз берді, мүмкіншілік берді. Бірақ көзі көрмейтін сағип жандылардың өзі осыны ұстап Құранды оқиды. Біз қуанайық, біздің көзіміз бар, еститін құлағымыз бар, сөйлейтін тіліміз бен тісіміз бар, кеңірдегімізде сөйлей аламыз. Бірақ Құранға келгенде осылай не жасамайық, қиянат қылмайық. Міне біздің көзі көрмейтін кісілердің өзіне осылай неше түрлі Құранды оқудың жолдары жазылған. Алхамдулилlah. Мына енді Құранда ататылған жемістер: чеснок, көкпияз, сүт, құрма, зәмзам, қияр, жүзім, бал, інжір, құрма, сосын банан, анар, зайтун, бидай. Барын таптық. Басқа да араб өлкелерінде өсетін кейбір жемістер бар, бізде жоқ. Бірақ біздің елдегі барлар осылар. Міне иншалла осыларды жеп жүрсеңіз, Алла сізге бір Құрандағы аталған нәрсені жеп жүргенде өзіңізге бір не болады андай. Пайғамбарымыз өте қарапайым өмір сүрген. Алла бізге қарапайым, қиыншылықсыз өмір сүруді осылай берген. Әр нәрсенің жемістің ең пайдалыларын берген. Осылар жесеңіз, ішінде витамин көп тұрыңыз. Ол жалғасы, ол жазылады. Көне Құранда біз мына жерге каллиграфияда көріп тамашаласаңыз болады. Біздің елден табылғанда. көз көрмейтіндерге арналған. Osunda o çıkınca bereket olur. Vakti gezinde de. Ha? Cenab-ı çıkan gezde bereketli olacak değil mi? Hadi onu yaptıralım. Vakti gezinde. Осы мешіттің жазуға 3 жыл уақыт кетті. 3 жыл? Иә. Бәрін жазуға ма? Толық жазуға? Иә, әрине, толық жазуға.